Осыдан 3 сағат бұрын ғана бұл жігіттер өздерін өмірдің патшасы сезініп жүрген еді. 30 миллион теңге тұратын темір тұлпарға мініп, ең қымбат ащы сусынды сіміріп, Жанармай бекетіндегі қарт орманшының бетіне күліп, аяқ астында оратылмай, жолыңмен жүр деп кекесімен кеңес берген. Олар ақша кез келген есікті ашатын рұқсат қағазы деп ойлады. Бірақ иен орман пара алмайды. Дәл қазір олардың салтанатты көлігі мұздай тозақтың ортасында қалған өлі темірдің үйіндісі ғана. Олардың қымбат байланыс құралдары жай ғана түкке тұрғысыз пластик бөлшектері, ал үстеріндегі бағалы шіктері сүйектеріне дейін мұздап үлгерді. Енді олар күлмейді. Енді олар өздері қорлаған әлгі қарттың құтқаруға келуін тілеп, Алладан медет сұрауда. Бірақ өз үйіне қару асынып, паңдықпен басып кіргендерді орманшы құтқарғысы келе ме? Бұл хикая Мұста өлкесіндегі бір түннің ішінде алтын жастардың тәкаппарлығы қалай тасталқан болғаны туралы. Мұқият тамашалаңыздар. Сабақ басталады. Соңғы уақытта біздің бейне баяндарымыз сіздердің таспаларымызда сирек көріне бастағанын байқаған боларсыздар. Өкінішке қарай көрсеткіштер төмендеп кетті. Сіздердің көмектеріңізсіз бұл тығырықтан шығу мүмкін емес. Әр қайсыңыздан осы бейне баянға ұнату белгісін қойып, пікір жазу арқылы қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Бұл небәрі 1 секунд уақытыңызды алады. Бірақ арнамыздың аман қалуы үшін бұл өте маңызды. Сенімдеріңізді ақтаймыз деп үміттенемін. Қара түсті, жол таңдамайтын, қозғалтқышы күшейтіліп, қымбат жарық шамдары орнатылған темір тұлпар қалың қарды омырып, артында терең із қалдырып сулап келеді. Бұл көлік аппақ үнсіздіктің ортасында аш қасқырдай айбатты көрінетін. Іші былғарымен қапталған салонның ішінде ауыр музыка гүрсілдеп, қозғалтқыш даусын басып тұр. Жылытқыш толық қуатында жұмыс істеп, іште тропикалық жылулық орнатқан. Ал сыртта ауа температурасы 35 градус аязға дейін төмендеп кеткен. Рөлде Бексұлтан отырды. Ол құрылыс дүкендері желісі иесінің 25 жастағы тәкаппар ұлы. Ол әлем оның қалауына қарай елуі керек деп үйренген. Қасындағы орындықта қымбат ішігімен жайғасып, ең асыл сусынды шөлмектен сіміріп шыңғыс отырды. Оның үстіндегі киімі осы аймақтағы қарапайым жұмысшының 1 жылдық жалақысынан да қымбат еді. Арпқа орындықта желіге қосылуға тырысып, телефонына үмілген үшеудің ең кішісі Рауан. «Ей, Рауан, осқа өре болма, бұл жерде байланыс жоқ», деп ақырды Бексұлтан музыканы басып. «Біз жабайы өлкедеміз. Мұнда байланыс мұнараларының орнына аюлар жүреді. Мен тек желіге сурет салғым келген, әкем менің қайда жүргенімді көріп пән қалсын деп едім», деп күңкілдеді Рауан, ең соңғы үлгідегі қымбат байланыс құралын қалтасына салып жатып. «Әккең біз алып боғының өлексесін алып келгенде нағыз таңғалатын болады», деп қарқылдай күлді шыңғыс шөлметті Бексұлтанға ұсынып. «Мә, етпін үшін бір ұрттап ал». «Қазір емес», деп бас тартты жүргізуші, көліктің төбесіндегі қуатты шамдар тіліп өткен қараңғылыққа үңіліп. Жол өте нашар. Жергілікті жұрт мұнда бұрын ағаш таситын көліктер жүретін ескі жол бар деген. Бірақ мұнда соңғы 5 жылда ешкім жүрмеген секілді. Олардың жолға шыққанына 3 сағат болды. Жоспарлары өте қарапайым, әрі өздерінше шебер көрінген. Ешқандай рұқсат қағазын сатып алмай-ақ, қайда оқ ату керектігін үйрететін орман күзетшілерін жалдамай-ақ, нағыз ерлерше аңға шығу. Жүк салғыштан нысананы 1 шақырымнан көретін 3 италиялық мылтық, жәшік ащы су мен өздерінің ерекшелігіне деген шексіз сенім жатты. «Тыңдаңдаршы, әлгі Жанармай бекетіндегі шал», деп кенет артқы орындықтан Рауан дауыс шығарды. «Бізге жол көрсеткен қарт. Ол бір түрлі көрінді». «Жай ғана ауылдың шалы ғой», деп мұрнын шүйірді шыңғыс. «Түрін көрдің бе? Маңдайында тыртығы бар, сақалы үйісіп қалған. Соған бізді өмірге үйрету қайда? Балаларым, қара судан әрі өтпеңдер, ол жақ жаман жер дейді ме? Тфу. Ол жақ орманшының жері деді ғой», деп ақырын қосты Рауан. Орманшы шулағанды ұнатпайды екен. Бексұлтан құлап жатқан қайыңды айналып өтіп, рөлді кілт бұрды. «Саяхатшыларға арналған ертегі ғой бұл. Мұнда бізден басқа ешқандай қожайын жоқ. Біз келдік пе, демек бастық бізбіз». Көлік шұңқырға түсіп секіріп кеткенде, шөлмектегі сусын шыңғыстың 180 мың теңге тұратын шалбарына төгіліп кетті.
Әттең-ай, Бексұлтан, абайласаңшы. Мына шалбардың бағасын білесің бе? Жаңасын сатып аласың, жылама. Одан да жан-жаққа мұқият қараңдар. Осы маңда іздер болуы керек. Олар бұлан іздеп жүрген еді. Кімді атып алса да бәрібір. Бастысы өлтіруден ләззат алу және олжамен суретке түсу. Қар тереңдей берді. Көлік зор күшпен гүрілдеп алға қарай жол салып келеді. Айналадағы орман тарыла түскендей. Ақшық киген дәулер секілді алып шышалар жолдың үстіне еңкейіп, ешқайда апармайтын туннель секілді сезім тудырды. Кенет көлік шамдары оң жақтан бір қозғалысты байқап қалды. «Міне!» деп айқайлады Бексұлтан тежегішті басып. Көлік тайғанап кетті, бірақ жүргізушінің шеберлігі оны ұстап қалды. Жолдан 50 метр жерде ағаштардың арасында алып марал тұрды. Жарыққа көзі шағылысқан жануар қозғалмай қатып қалған. Оның бүйірлері ауыр тыныстан көтеріліп басылып тұр еді. Тұмсығынан бу бұрқырады. «Менікі!» деп айқайлады Шыңғыс арқы орындықтан бесатарын жұлып алып. «Ұйықтама, Рауан, терезені аш!» деп бұйырды Бексұлтан, нысананы көздеуге кедергі болмас үшін қозғалтқышты өшіріп. Терезе түсірілгенде салонның ішіне мұздай үскірік жел сау ете қалды. Орманның құлақ тұндырар үнсіздігі оларды бірден баурап алды. Кенет мылтық дауысы гүрсілдеді. Жаңғырық ағаштың деріне соғылып, түнгі құстарды үркітіп, полқын болып таралды. Марал селкілдеп барып, қар үстіне құлап, аппақ жамылғыны қанмен бояды. «Дайын!» деп айқайлады Шыңғыс. «Әкелерінің қалай ататын көрдіңдер ме?» «Таза!» дейді. Бексұлтан рөлді жұдырығымен ұрып. «Ал кеттік. Анды бөлшеттейміз бе, әлде алдымен жуамыз ба?» деді. Олар желікке мініп, өздерінің мықтылығына мастанып, көліктен сыртқа атылып шықты. Аяз олардың бетін қарып, ашық курткаларының ішіне кіріп жатса да, бастарындағы қызумен оны сезбеді. Өздерін жеңімпаз санап, бір-бірінің иығынан қағып мәз болды. Ешқайсысы орманның қалай өзгергенін байқамады. Жел тынып, айнала демін ішке тартқандай болды. Көлеңкелер қоюланып, әлде бір жерден тым алыстан бұтақтың сынған дауысы естілді. Желден емес, біреудің ауыр табанының астынан шыққан дыбыс еді. Қиындық 1 сағаттан соң басталды. Маралдың денесін көліктің жүк салғышына әрең дегенде сүйреп кіргізіп, қымбат былғарыны қанға бояды. Бексұлтан: «Тазалауға беріп, жудыртып аламын», деп қол сетеді. Бүгінгіге осы жетер деп, көлікті кері бұрып, арқа қарай бет алды. Кенет қалың қар жауа бастады. Ол жай ғана қар емес, алдыңды бөгеген аппақ қабырға еді. Ақ түтек боран лезде басталды. Көру мүмкіндігі 0-ге дейін төмендеді. Көліктің төбесіндегі қуатты шамдар енді кедергі бола бастады. Олардың жарық алдындағы аппақ қарға шағылысып, жүргізушінің көзін қарықтырды. «Бексұлтан, жолды көріп тұрсың ба?» деді Рауанның даусы дірілдеп. Ол енді баяғыдай мәз емес еді. «Көріп тұрмын, қорықпа. Жол нұсқаушы бағыттан таймағанымызды айтып тұр». «Жол нұсқаушы бізді батпақтың ортасында тұр деп көрсетіп тұр ғой», деді Шыңғыс экранға үңіліп. «Мүмкін, әлгі айрықта бұрылыстан қателескен болармыз». Бексұлтан жауап берген жоқ. Ол жолдың шетін іздеп, аппақ боранға үмілді. Темір тұлпар тізеден келетін қарды омырып, гүрілдеп келеді. Кенет көлік қатты сілкініп, темірдің шықырлаған дыбысы шықты да, қозғалтқыш өшіп қалды. Инерциямен 1-2 метр жүріп барып, көлік оң жағына қисайып тоқтады. Бұл не тағы? Бексұлтан оталдырғышты бұрады. Ол қынсылаған дыбыс шығарғанымен қозғалтқыш іске қосылмады. «Келдік», деді Шыңғыс. «Не болды? Түбірге соғылдық па, әлде шұңқырға түстік пе?» Бексұлтан сыртқа атылып шықты. Үскірік жел оның басындағы жамылғысын жұлып әкете жаздап, бетіне қар шашты. Ол көліктің алдына тізерлеп отырып, байланыс құралының жарығымен астына үмілді. «Не болды ол жақта?» деп айқайлады Шыңғыс есікті ашып. Бексұлтан салонға аппақ болып, ашудан жарыла жаздап оралды. «Май құтысын тесіп алыппыз, барлық май ағып кеткен. Қозғалтқыш істен шықты». «Қалай істен шықты?» деп Рауан алға ұмтылды. Оның көздері үрейден бақырайып кетті. «Біз енді жүрмейміз бе?» «Сен ақымақсың ба?» деп ақырды Бексұлтан. «Май жоқ, қозғалтқыш өлді, бітті». Салонның ішінде ауыр үнсіздік орнады. Тек сырттағы соққан желдің гуілі ғана естіледі.
Суып бара жатқан қозғалтқыштың жылуы әлі де білінеді, бірақ бәрі де бұл жылудың көпке бармайтынын түсінді. Көмек шақыру керек, деді Рауан телефонын дірілдеген қолдарымен шығарып. Желі жоқ, әттең. Тыныштал жылауық. Шыңғыс шылымын шығарды, бірақ оттығы жанбады. Бізде сымсыз байланыс құралы болу керек еді. Мен оны тұрақта қалдырып кетіппін. Қуатталып тұрған еді, деп күңкілдеді Бексұлтан рөлді жұдырығымен ұрып. Жарайсың, нағыз данышпансың, деп Шыңғыс айқай салды. Енді не істейміз? Жаяу кетеміз бе? Күрең жолға дейін 30 шақырым бар, деді Бексұлтан. Мұндай боранда 1 шақырым жүрмей-ақ қатып қаламыз. Қар белшеден келеді. Сонда осы жерде қатып өлгенімізді күтіп отырамыз ба? Рауанның дауысы шыңғырғандай шықты. Салондағы температура жылдам төмендеп бара жатты. Қымбат былғары орындықтар мұздай болып кетті. Аузынан шыққан бу қоюлана түсті. Олар қолда бар киімдерінің бәрін үстілеріне киді. Бексұлтан жүк салғыштан жамоғыларды алып келді, бірақ олардың көмегі аз еді. Алғашқыда жылытқан ащы су енді кері әсерін тигізе бастады. Денелері тез суып жатты. 2 сағат өтті. Рауан жағасына басын тығып, ақырын еңіреп жылап отырды. Шыңғыс пен Бексұлтан терезе сыртындағы қараңғылыққа телміріп үнсіз қалды. Олар енді өмірдің қожайыны емес еді. Олар 30 миллион теңге тұратын темір жәшіктің ішінде қатып бара жатқан 3 пенде ғана еді. Кенет Рауан жылағанын тоқтатып қатып қалды. Естисіңдер ме, жел ме? Деп сұрады Шыңғыс ашуланып. Жоқ, бұл ұлыған дауыс. Олар құлақ түрді. Боранның ысқырығынан басқа сүйектен өтетін мұңды әрі қорқынышты ұлыған дауыс естілді. Ол бір жақтан емес, жан жақтан қаусыра келгендей. Бөрілер, деп сыбырлады Бексұлтан. Қан иісі. Қандай қан? Маралдың қаны. Көліктің іші толған жас ет ақмақтар. Біз өз еркімізбен жыртқыштың жеміне айналдық. Үрей оларды мұздай толқынмен басып қалды. Бексұлтан бесатарын жұлып алды. Тезірек оқтаныңдар. Көліктің айналасындағы қараңғылықтан сары оттай жанған жанарлар екі-екіден тізілген мерцарлық нүктелер көріне бастады. Олар бірде пайда болып, бірде жоғалып, бұрынғыдан да жақын жерден қайта көрінеді. Бөрілер қорыққан жоқ. Олар мына темір аңның өлгенін, ал ішіндегілердің оңай олжа екенін сезді. Бір алып жыны ұйысқан, түсі сұрғылт көкжал жалғыз жанып тұрған шамның жарығына шықты. Қуаттағыш әлі де дем беріп тұрған еді. Ол әйнектің арғы жағындағы пенделерге тіке қарап, сары азуын көрсетті. Жоғал, деп айқайлады Бексұлтан даусы қарлығып. Ол шүріппені басып қалды. Мылтық даусы жабық кеңістікке құлақтарын тұндырып жіберді. Жүргізуші жақ есіктің әйнегі тас-талқан болып ұшты. Көкжал жалт беріп қашты, бірақ алысқа кеткен жоқ. Не істедің? Деп ақырды Шыңғыс. Терезені сындырдың. Енді салонның іші лезде мұздап кетеді. Мен оны қорқытқым келді. Енді оларға тек бөрілер емес, ажалдың өзі болып аяз қалып төндірді. Олар артқы орындыққа тығылып, мылтық ұңғыларын сынған терезеге бағыттады. Қолдары дірілдеген соншалық нысананы көздеу мүмкін болмады. Олардың ажалы жақын еді. Бәрі де оны түсінді. Уақыт тоқтап қалғандай. Мүмкін 1 сағат, мүмкін мәңгілік өткен болар. Қол аяқтары мұздап, сезімталдығынан айырылды. Рауанның жанары сөне бастады. Ол ес-түссіз күйге түсті. Бексұлтан мен Шыңғыс өлім алдындағы ұйқымен арпалысты, бірақ күш қуаттары таусылып бара жатты. Бөрілер жақын жерде айналып жүрді, бірақ шабуыл жасамады. Олар аяздың өздері үшін бәрін істейтінін білгендей. Тек күту керек. Кенет бөрілер бір бұйрық берілгендей, қараңғылықтың қойнауына сіңіп жоқ болып кетті. Кетті, деп сыбырлады Шыңғыс. Оның еріндер көгеріп кеткен еді. Неге? Білмеймін. Жауап 1 секундтан соң келді. Орманның қараңғылығынан олар келген жақтан бір бейне көрінді. Басында елтірі бөркі, үстінде қалың тоны бар алып тұлға қар құйынының арасынан өсіп шыққандай болды. Ол аңшы шаңғысымен нық басып жақындады. Қолында қымбат оптикасы бар бесатар емес, ескі, тозығы жеткен, талайды көрген мылтық. Қарт көлізікте жақындап, сынған терезеден ішке үңілді. Шамның әлсіз сәулесі оның жүзін жарықтандырды.
Бұл нағыз орманның жүзі еді. Қатал, ескі еменнің қабығындай терең әжімдер торлаған. Қырау басқан қалың сақалы аузын жауып тұрды, бірақ ең қорқыныштысы оның жанары еді. Қалың қабағының астынан аяушылықта, қызығушылықта емес, мұздай қаһар байқалатын. Бұл әлгі жанармай бекетіндегі қарт еді. Олар күлген, олар мазақтаған адам. Ал, қожайындар! Қарттың даусы тас қайрақта естілді. Аңшылықтарын қалай өтті? Бексұлтан қорыққаннан мылтығын көтермек болды. Ақмақ болма, балақай, деді қарт сабырмен. Оның мылтығы Бексұлтанның маңдайына дәлденді. Бізге көмектесіңізші, деп Рауан әрең дыбыс шығарды. Кез келген соманы төлейміз, ата. Қарт мырс етіп күлді. Бұл күлкі бөрінің азу көрсеткеннен де қорқынышты еді. Ақша? Ол қарға түкірді. Мұнда сенің қағаздарын тек от тұтатуға ғана жарайды. Сендер жануарды қарнын ашқаннан өлтірген жоқсыңдар. Сендер орманның тыныштығын бұздыңдар. Мұнда арандықтарында келдіңдер. Мен неге сендерге көмектесуім керек? Біз мұнда өлеміз ғой, деп Шыңғыс сыбырлады. Бұл әділдік, деп басын изеді қарт. Орман өзінікін алды. Марал өлді, сендер де өлесіңдер. Тепе-теңдік. Ол кері бұрылып кетуге ыңғайланды. Бұл ең қорқынышты сәт еді. Үміт оты жылт етіп жанып, қайта сөне бастады. Тоқта, деп айқайлады Бексұлтан, бойындағы соңғы тәкаппарлығын жоғалтып. Өтінемін, біз бәрін түсіндік. Бізді тастамаңыз, біз де пендеміз ғой. Орманшы тоқтады. Оларға арқасын беріп көрінбейтін таразда бір нәрсені өлшеп тұрғандай бірнеше секунд кідірді де баяу бұрылды. Пенде екендеріңді әлі дәлелдеулерің керек. Ол жақын келіп есікті жұлқып ашты. Шығындар. Қайда? Онда боран ғой. Шығындар дедім ғой, деп ақырғаны сондай маңайдағы шышаның басындағы қар сау ете қалды. Немесе осы жерде арам қатындар, маған бәрібір. Олар жансызданған аяқтарымен сүрініп қабынып қырға құлады. Қару жарақты тастандар, деп бұйырды қарт. Сәнді шікерінді түймелендер, соңымнан еріңдер, ізімді басып жүріңдер. Қалып қойсаңдар күтпеймін, құласандар теуіп тұрғызамын. Көлікше, заттарше, деп Шыңғыс мүсіркеулі дауыспен сұрады. Ұмытыңдар, сендердің бұрынғы өмірлерің мына темір жәшіктің ішінде қалды. Енді жаңа өмірлерің басталады. Егер кірі қалсаңдар. Бұл жол олардың жадында мәңгі қалады. Қарт шаңғымен қар үстінде жүзіп келе жатқанда жеңін жылжыды. Ал байшыкештер болса, белшеден қарға батып, қымбат етіктерінің ішіне қар толды. Көліктен мейрамханаға дейін ғана жүруге арналған сәнді күртелері мүлдем жылытпады. Желбеттерін сабалап, көздерінен жас шығарып, ол жас кірпіктерінде лезде мұзға айналды. Тезірек, деген орманшының даусы қараңғықтан естілді. Қозғалыңдар, өліктер. Қан жүру керек, әйтпесе ажал құшасыңдар. Кексұлтан алда келе жатты. Өкпесі оттай жанып барады. Әр 10 метр сайын тынысы тарылды. Ол бәрін аңға шығу идеясын, мына лағынет атқан көлікті, маралды, достарын, бірақ бәрінен бұрын мына қартты қарғады. Егер тірі қалсам, сені түрмеге тоқтамын, деп ойлады тістеніп. Сені шіртемін, алдында еңбектеп жүретін боласың. Бірақ осы ашу оған жүруге күш берді. Рауан бірінші болып құлады. Ол жай ғана қарға етбетімен түсіп, қозғалыссыз қалды. Тұр, деп айқайлады Шыңғыс досының жеңінен тартып. Рауан, тұр! Шамам жоқ, мені тастандар. Жып жылы, маған өте жылы. Орманшы кері оралды. Жатқан жігітке қарады. Тәтті өлім, деді ол. Ұйықтап жатып түс көресің, ал көктемде сенің мүжілген сүйектеріңді тауып алады. Осыны қалайсың ба? Ол Рауанның иығынан мылтықтың дүмімен нұқып қалды. Қатты емес, бірақ ауыр тиді. Тұр! Рауан ұлған дауыс шығарып орнынан тұрды. Қолтығынан деме, деп бұйырды қарт Шыңғысқа. Бір-біріңді сүйреңдер. Орманда жалғыз жүрген тірі қалмайды. Бұл сендерге мекемеде әріптестеріңді аяқтан шалу емес. Тағы бір немесе 2 сағат жүрді. Саналары тұманданды. Бексұлтан аяғын сезбей қалды. Басында бос қуыс қана қалды.
барлық паңдық, барлық ақшасы, барлық мәртебесі, бәрі аязда үсіп жоқ болды. Тек жан сақтау түйсігі ғана қалды. Алдындағы адамның ізімен жүру. Алыстан әлсіз жарық көрінгенде олар көздеріне сенбеді. Бұл сағым секілді көрінді. Орманшының күркесі кішкентай, жатаған, жатылай қар құрсауында еді. Түтіні бұрқырап тұр. Келдік, деп күңкілдеді қарт шаңғысын шешіп жатып. Кіріңдер. Іші тар болса да өте жылы еді. Шайырдың, кепкен шөттердің және ертілген майдың иісі шығып тұр. Бөлменің ортасында отты пеш лапылдап, ішін ыстық лебімен жылтып тұрды. Жігіттер есіктің алдында қозғалуға шамасы келмей еденге құлады. Етіппен қайда барасыңдар? Деп ақырды қарт. Шешіндер. Олар сіресіп қалған етіктерін әрең шешті. Аяқ саусақтары мәрмәрдай аппақ болып кеткен. Үсік шалған, деді қарт олардың аяқтарына қарап. Алыс қалзамағандарың жолың болғаны. Ол сасық иісі бар майы бар банканы шығарды. Шөптер араласқан аю майы. Және Бексұлтанға лақтырды. Қатты ысқылаңдар, терлерім жанғандай ауырғанша ысқылаңдар. Әйтпесе, қалалық ауруханада мына аяқтарынды кесіп тастайды. Қан тамырларға қайта жүре бастағанда, олар ауысынудан айқайлап, аяқтарын ысқылады. Қарт олардың ыңырсығанына назар аударған жоқ. Ол пешпен айналысып шәйнегін қойды. Ауысыну сәл басылғанда олар жан-жағына қарады. Қабырғаларда аң терлері, кепкен шөттер мен ескі қарулар ілулі тұр. Үстелдің үстінде майшам жанып тұр. Төрде әлсіз сәуле жылтырайды. Аттарың кім, аңшысымақтар? Деп сұрады қарт темір кеселерге қою шөп шайын құйып жатып. Бексұлтан, Шыңғыс, Рауан, деп сыбырлады олар. Ал мен Ысқақпын алдастар, Мәке дейді. Ал сендер сияқтылар үшін түнгі үреймін. Ол оларға қарама-қарсы отырып, өткір жанарымен тесіле қарады. Жылы жерде оның жанары бұрынғыдай қатал көрінбесе де, әлі де суық еді. Ал қайда жүргендеріңді түсіндіңдер ме? Түсіндік ата, түсіндік. Бексұлтан кесені қос қолмен қысып ұстап алды. Ол дірілдеп отыр еді. Тастап кетпегеніңізге рахмет. Мен сендерді аяған жоқпын, деді Ысқақ. Мен орманда аядым. Көктемде өліктерім шығып сасып, аң-құсты жинайды. Маған артық әуренің керегі жоқ. Ол қара нанды тіліп, үстіне бір кесек сүрет қойып, оларға қарай ысырды. Жеңдер, бұл сендер жеп жүрген шетелдік дәм емес, бірақ күш береді. Олар тамаққа бір апта аш жүргендей бас қойды. Өмірлерінде бұдан дәмді нан мен ет жеп көрмеген шығар. Ата, неге сонша қаталсыз? Деп сұрады Шыңғыс жылынып, тамаққа тойған соң батылданып. Біз аса бір сорақы ештен естеген жоқпыз ғой. Жай ғана маралды аттық, айыппұлын төлер едік қой. Ысқақ шайнауын тоқтатты. Пышағын үстел үстіне баяу қойды. Айыппұл? Деп сыбырлап қайта сұрады. Сен бұл дүниедегінің бәрі ақшамен өлшенеді деп ойлайсың ба? Сендер атқан әлгі марал үйірдің бастаушысы, ең мықтысы, ең саулығы еді. Ол тұтас бір үйірді ұстап тұрған. Енді бастаушысыз қалған үйір қыстан қалай шығады? Бөрілер жартысын қырып салады, ал қорғанышсыз қалған төлдері қырылады. Сендер бір оқпен тек аңды ғана атқан жоқсыңдар. Сендер орманның тұтас бір тіршілік жүйесін тас-талқан еттіңдер. Не үшін? Желідегі бір сурет үшін бе? Ол орнынан тұрып, терезеден сырттағы қараңғылыққа қарады. Сендер қалалықтар, өздеріңді табиғаттың патшасымыз деп санайсыңдар. Сауытты көліктерімен, мылтықтарымен келіп шулайсыңдар, айналаны ластайсыңдар. Ермек үшін өлтіресіңдер. Ал бастарыңа күн туса, аналарыңды шақырып жылайсыңдар. Сендер тәкаппар байшыкештердің қателігісіңдер. Өздерінің де пенде екендеріңді ұмытып кеттіңдер. Бүгін иен орман соны естеріне салды. Біз марал үшін төлейміз, деп бастады Бексұлтан. Жап аузыңды. Ысқақ үстелді жұдырығымен ұрған сондай, кеселер секіріп кетті. Ақша туралы тіс жарма. Мұнда сенің әкең ешкім емес. Мұндағы прокурор Аю, ал төреші Аяз. Олар үкімді лезде шығарады. Күрке іші тік тыныш болып қалды. Тек пештегі отының ыстырлағаны ғана естіледі. Ұйықтаңдар, деді Ысқақ, бұрыштағы жайнамаз тұрған жақтың бергі бетіндегі төсерерді нұсқап. Таңертең боран басылады.
күрең жоға дейін жеткізіп салам. Ал көліктерің адамның ақмақтығына ескерткіш болып сол жерде тұра берсін. Мүмкін басқа біреу көріп сабақ алар. Таң аппақ мөлдір болып атты. Күн көзді қарықтырды. Қар миллиондаған гауһар тастай жарқырап тұр. Боран түнгі қорқыныштың барлық ізін өшіріп тастапты. Ысқақ оларды таң ата оятты. Тұрыңдар, шай ішуге уақыт жоқ, кеттік. Кері қарай күрең жоға жету 3 сағатқа созылды. Олар үнсіз жүрді. Шағым да жоқ, әңгіме де жоқ. Қорқыныш сейілден. Тек кеуделерін басқан ауыр ұят сезімі ғана қалды. Олар жол жиегіне шыққанда анда-санда ағаш тиеген көліктер өте бастады. Ысқақ жол шетінде тоқтады. Ары қарай өздерің жеңіл көлік ұстап жетерсіңдер. Бексұлтан курткасының ішкі қалтасынан әмиянын шығарды. Әмиянда қалың ақша, шетелдік валюта мен теңгелер толып тұрды. Ол ақшаны орманшыға ұсынды. Мұны ақы ретінде емес, көмек ретінде алшы. Мүмкін үйіңнің шатырын жөндерсің, немесе... Ысқақ ақшаға, сосын Бексұлтанға қарады. Оның жанарынан алғаш рет құрметке ұқсас бір белгі байқалғандай болды. Бірақ ақшаны алмады. Өзіне қалдыр, оған ақыл немесе ұят сатып ал. Ол кері бұрылды да, артына қарамастан аппақ қайындардың арасына сіңіп орманға қайта кетті. 3 жас жігіт қысқы жолдың жерінде тұрды. Үстері кір қожалақ, киімдері жыртылған, беттерін аяз қарып тастаған. Қастарынан көліктер белгі беріп өтіп жатыр. Ал, деді Шыңғыс орманшының артынан қарап тұрып. Көлік сүйрейтін қызмет шақырамыз ба? Темір тұлпарымызды алып қайтайық. Бексұлтан әлі де орманшының майының ізі қалған қолдарына қарады. Сосын бағанағы жүк салғышында өлі маралы бар көлік қалған жаққа көз тастады. Жоқ, деді ол нық дауыспен. Сол жерде шіріп қалсын. Сен шынымен айтып тұрсың ба? Ол 30 миллион теңге ғой. Әке мені өлтіретін шығар. Бірақ мен жаңасына өзім ақша табамын. Ал ол жаққа ешқашан оралмаймын. Ол қолын көтеріп, өтіп бара жатқан үлкен жүк көлігін тоқтатты. Олар қалаға үйреншікті өмірлеріне қайтып бара жатты, бірақ бұрынғыдай болмайтындарын сезді. Сол түні қар басқан күркеде 3 тәкаппар байшыкеш өліп, өмірдің қадірін түсінген 3 азамат дүниеге келді. Ал иен орманның тереңінде, жылы пештің қасында қарт орманшы Ысқақ шәйін ішіп мысығын сипап отырып, желдің мәңгілік әнін тыңдап отырды. Ол сабақтың оғынылғанын білді. Енді орман жай барақат ұйықтай алады.